Раббылары олардың дұға мінәжаттарына былай жауап берді: шүбәсіз мен мейлі ер, мейлі әйел болсын, араларынан үнемі осылай игілікті істер атқаратындардың еңбегін зая етпеймін. Өйткені сендер бір бүтінсіңдер, яғни мақсат-мұраттарын, ұстанған жолдарын бір, һәм еңбектеріңе қарай қарымдарыңды аласыңдар. Менің жолымда хижрет еткен, әрі атамекенінен қуылған, менің жолымда сан түрлі зәбір-зомбылыққа төзе білген һәм керек кезде дұшпанға қарсы қасық-қаны қалғанша соғысқан және өлтірілген әрбір жанның кінә-қателіктерін жасырамын. Һәм шүбәсіз оларды жайқалған жасыл бауларының арасынан және зәулім сарайларының түбінен өзендер ағып жататын жәннат бақшаларына кіргіземін. Бұл Алла тарапынан берілетін ерекше сый-сияпат. Әлбетте, ең керемет сый-сияпат Алланың дәргейінде. Хақ дінді мойындамай күпірлік қылғандарын уақытша молшылық пен баянсыз биліктің күш-қуаттың арқасында қала-қала ел-елді шарлап, шалқып жүргендеріне алданба. Бұл көзді ашып жұмғанша өте шығатын қу тіршіліктің өткінші қызығы ғана. Содан кейін олардың барып паналайтын жері тозақ болмақ. Ол қандай жаман жатақ. Алайда Раббыларыңа қарсы келмей, тақуалық шеңберінде өмір сүргендер үшін жайқалған жасыл баулардың арасынан және зәулім сарайларының түбінен өзендер ағып жататын жәннат бақшалары бар. Олар онда мәңгі бақи қалып Алладан ерекше сый-құрмет көреді. Алланың дәргейінде бар игілік ізгі де кемел мүміндер үшін әлде қайда хайырлы. Шүбәсіз кітап иелерінің арасында Аллаға иман келтіретін, сендерді түсірілген Құранға және өздеріне түсірілген Тәуратқа, Інжілге кәміл сенетін, һәм Алладан шын именіп, жан-тәнмен мойынсұнатын да бар. Олар Алланың аяттарын арзан бағаға сатпайды, болмашы нәрсеге айырбастамайды. Олардың алар сауабы мен сый-сияпаты Раббыларының дәргейінде. Шүбәсіз Алла жауапқа өте жылдам тартушы. Уайымайын келтіргендер, Алла жолында бастарыңа келетін ауыртпалықтарға, сондай-ақ оның бұйрықтарын орындап, тыйғандарынан тыйылу мәселесінде барынша сабырлылық танытыңдар. Дұшпанмен бетпе-бет келгенде барынша табандылық танытыңдар. Сабырлы болуда олардан асып түсіңдер. Һәм бір-біріңді сабырлы болуға шақырыңдар. Аллаға құлшылық етуге һәм оның жолында күресуге келгенде оттай маздап әрдайым дайын тұрыңдар. Әрі бір-біріңе сүйеу болыңдар. Аллаға қарсы келіп асы болудан барынша сақтанып, әрдайым тақуалық аясында өмір сүріңдер. Міне осылайша екі дүниеде де азаптан құтылып, мақсат-мұраттарыңа жетесіңдер. Тыңдағандарыңызға рахмет. Каналға тіркеліп қойсаңыздар болады. Жаңа сүре, аяттар шыққан кезде ең бірінші сіздер біліп отырасыздар, ең бірінші сауапты сіздер алып отырасыздар.